Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен 1988 жылдың 1 желтоқсанынан бастап дүниежүзілік СПИДке қарсы күні болып жарияланды. Салауатты өмір салтын келеңсіз жағдайлардан алдын алу үшін адамдардың денсаулығын күшейту бүгінгі таңда өзекті мәселе болып отыр. 21 ғасыр дертке айналып, қоғамымыздың толғантып жүрген ауру. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінде осы дертке душар болғандар саны 65 миллион, 25 миллион адам осы аурудан көз жұмған. Ал 5 миллион халқы бар Қазақстанда да бұл күнде 7 мыңнан астам қазақстандық ВИЧ инфекциясын жұқтырса, 500-ге жуық науқас бұл дерттен қаза болған. Спирттен сақтану үшін ішімдіктен, токсикондық әдеттерден аулақ болған жөн. Ол ойды да, бойды да өсірмейді. Қайта денсаулығымызды әлсіретіп, өмір жасымызды қысқартады. Сондықтан әрбір адам осы ауру туралы жан-жақты білсе, мұндай індеттің алдын алуға болады.